Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге өзбек халқының дәмді тағамдарының бірі шорпа рецептісін ұсынамын. Бұл шорпа біздің қарапайым сорпаға қарағанда кішкене ерекшеленеді. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен қазанға салқын су құйып, етімізді саламыз. Көбігі шыққан кезде сүзгімен сүзіп алыңыздар. Одан соң дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Қақпағын жауып пісіреміз. Жай отта шамамен 1,5 сағаттай пісірдім. Етіміз толықтай піскенше пісіреміз. Және де пиязды ұсақтап турап, видеода көрсетілгендей қылып саламыз. Бұл пияз біздің сорпаға ерекше дәм береді. 10 минуттай қайнатамыз. Одан соң үлкен бөліктерге туралған сәбізді саламыз. Мінекей сәбізді осылай турап алдым. Жалпы өзбек шорпасына көкөністердің барлығы үлкен болып туралады. Жақсылап араластырамыз және де 15 минуттай тағы қайнатамыз. Он 15 минуттан соң етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Сол ыдыста етімізді турап кейін қайтадан сорпаға салатын боламыз. Бұл жерде менде тәтті бұрышты да үлкен бөліктерге турадым, және де 2 қызанақ салдым. Қызанақты да үлкен бөліктерге тураңыздар. Шамамен 10 минуттай қайнатамыз. Туралған етті қайтадан ішіне саламыз. Үлкен бөліктерге туралған картопты саламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 10 минуттай пісіреміз. Біздің картопымыз жұмсарғанша пісіру қажет. Мінекей достар, біздің шорпа дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен отбасым осы тағамды сүйіп ішеді. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.